Сәлем бірге рахмет. Бүгін біз жаңа айдар өткізетін боламыз. Достар, біз айтқандай өткенде кеше біз сейсенбі күні видео түсіреміз. Бейсенбі күні тәжірибе жасаймыз. Жексенбі күні ауылдық өмір туралы видео түсіреміз дегенбіз. Біз жұма күні тұлғаны таны айдарын жүргіземіз деп шештік. Бұл айдарда мен сіздерге бір сұрақтар қоятын боламын. Солардың бәрі бір тұлғаға байланысты болады. Бүгінгі сұрақ футболға байланысты болады. Футбол көретін шығарсыздар. Ол Роберто Карлостың інісі, атақты футболист, Бразилияның ең мықты ойыншыларының бірі. Барселонада да ойнаған, ПСЖ-да да ойнаған. Және ол өте көңілді ойыншы. Ол жылдам жүгіреді. Бұрынғыда ең атақты ойыншылардың бірі болған. Осы 2018 жылы карьерасын аяқтаған. Оның жанкүйерлері көп. Шашы ұзын. Және ол әрқашанда көңілді жүр. Ол талай рет ұтқан матчтарында. Ол өзінің номерін Мессиге сыйлаған. Яғни оның номері 10 болған. Ал бұрынғы номері 08 болған. Ол кім? Егер білсеңіздер, комментарийлерде жазып кетіңіздер. Біз 2 аптадан кейін сұрақтың жауабын айтатын боламыз. Сіздерге 2 апта уақыт береміз. Видео ұнаса лайк басып каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар жауаптарыңызды. Біз оны оқимыз және жауап жазамыз. Сау болыңыздар.